Сәлемдестер, сіздермен бірге мен Миртөкатстар. Бүгін менде беші қыз деген серия болады. Бұл ешкімнің идеясы емес. Менің идеям. Ешкімнен ұрлаған жоқпын. Бастамай жатып тіркеліп лайк басуын ұмытпаңыздар. Ендеше біз бастаймыз. Таң атыпты ғой. Анашымды дұрыстайын. Анашым. Ал, я қызым Қарлатан анашым. Анашым, сіздің жұмысқа баратын уақытыңыз болды. Я қазір мен барып жуынып, саған тамақ істеп қояйын, жүре ма? Аха. Қазір мен сабаққа баруым керек. Тез киініп, сабағымды оқып тастайын. Кеше оқи алмай қаппын. Жүреді. Өзімге сайын кеттім. Кеше түнде продуктал қойғаным жақсы болыпты. Қазір қызым тағы ренжуші еді маған. Жұмыртқа қуыра салайын, кешке әдемілеп бір күшті тәтті тамақ істей салам. Қызымның ең сүйікті тамағын. Бүгінге осы жұмыртқа жетеді. Қызым оқып болды, мен тез сап тастайын. Тезірек самасам, мен қазір сабақтан кешікем. Кеттім. Анашым, келатрым болдым. Сөмкемді қоя салайын. Жұмыртқа ма? Тағы жұмыртқа ма? Мен жұмыртқаны шаша кеттім. Қызым, ойымдама, кешке әдемілеп тамақ істейм. Қандай тамақ? Сенің ең сүйікті тамағыңды істейм. Шын ба? Қызым, әрине. Сол үшін тамағын тауысқа жарай ма? Жарайды. Анашым, мен бүгін новиден мектепке баратын едім. Содан қорқып тұрмын, балалар мені кемсітеді ма деп, өйткені мен енді кетеймін ғой. Жаным қызым, сені біреу кемсітсе, маған айт, жарай ма? Аха. Жарайды анашым, мен тез жеп барып сабағыма қарай барайын. Қазір кешіксем, ағай маған ұрсады. Жарайды қызым, сабағымды жақсы оқы, қазір кең міне ма? Пока, мам. Жаным қызым, пока. Енді мен аяқ жинап тастайын болған соң. Кеш батады. Анашым, мен келдім. Қызым, сен ба? Анашым, сөйт тағы жанбай қалған ба? Соның ақшасын төлемемедік, соны сөйті қиып тастады ғой. Жарайды анашым, мен қазір сабағымды орындап, жуынып, тамаққа келем, жарай ма? Аха, қазір сен сүйікті тамағыңды істеп қоямын. Жарайды. Оны светті жасау керек еді. Қазір жасап тастамасам. Жақсы болды, жасап тастады. Менде қазір қызым келгенде қуанатым болды ғой. Бүгін мектеп күшті болды, маған қатты ұнады. Бірақ өзінше қыздар өте көп екен. Бірақ биді қыздар өте күшті билейді екен. Мен солар сияқты билесем ғой, олар бірақ мен қатты билейтінімді білмейді. Жарайды. Кеттім. Менің есі шығып жатыр ғой тамақтың, барайын. Айзере, қызым, жүре ғой тамаққа. Анашым, келатырмын. Анашым, сөйт жақ қойғансыз ба? Жаңа әрі жүндеп біттім ғой. Анашым, қолыңызды күйдіріп алғансыңыз ба? Ешінен кетпе, жазып кетер. Жарайды, ше отаман. Анашым, байқап жүрмейсіз ба? Жарайды. Анашым, сізге бір андай нем бар еді. Әңгімем бар еді. Қызым, сабақтағы біреулер тез қойды ма? Айта ғой, қысылмай айта ғой. Жоқ, не? Мен биге барсам бола ма? Би? Жоқ, қызым, болмайды. Анашым, неге? Не үшін болмайды маған? Болмайды деді ма? Болмайды. Сап бол тез тамағын іште жат, түсінің бә? Биге барам деп қояды ғой. Жарайды. Бар тез сабағымды оқы. Жарайды. Биге мен оғызда жібермем керек. Би ол менің жауым. Жарайды, аяқ жайын. Неге анашым рұқсат бермеді екен? Жарайды, сабағымды таңертең орындай салам.
Өйткені мен қатты биге билегім келеді. Жарайды, маған Карлсон. Би деп қояды ғой. Биді вообще миыңнан шығарып таста, ол би деген ол болмайды саған вообще, болды, ұйықтайын Карлсон. Достар, бірінші сериясы ұнаса тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Осымен біздің бірінші сериямыз бітті. Екінші сериясын күтіңіздер. Сіздермен болған мен Мейер Тока. Тағы да тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Всем пока.